Ассалаумағалейкум барша дремлігі сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Демалыстық сенбілік тамаша көңіл-күймен бүгінгі видеомызды бастаймыз. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналымызға әлі де тіркелмей көріп жүрген достар болса тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі видеода енді біз қазақ ютуберлер арасындағы вагер матч түсіретін боламыз. Бұл матчтың шымылдығын ашатын Нұртый деген ютубер бауырымызға қарсы өткізетін матч. Менің құрамыма өтетін болсақ достар, сайдың тасындай сен тұр мен атайын деген тепсе темір үзетін мықты ойыншылардан жасақталған құрам. Бір көз жүгіртіп өтсеңіздер болады. Енді 4-3-3 жүйесімен ойнайтын боламыз. Бұл жерге мен Неймарды шығарайын, және де Мессиді шығарайын. Содан кейін шабуыл шебіне әрине Мбаппені шығарам достар. Өте жылдам ойыншы. Нұртыйдың қорғанысын бұзып жарып өтуге өте үлкен септігін тигізетін ойыншылардың бірі десем болады. Енді бұл жерде Канцелоды ауыстырып керек емес сияқты, оның орнына енді Ван Дейкті шығарғым келіп отыр. Варанды алып тастаймын. Жартай қорғаныста енді Модричті шығарайық. Осы составпен, енді осы құраммен Нұртыйға қарсы ойнап көретін боламыз енді. Барынша жеңуге тырысатын боламыз. Олай болса, көп созбай бастайын, кеттік достар. 2000 years later. Ал олай болса достар, көптен күткен матчымыз басталды. Басталуға өте жақын. Интернетпен қазір сәл-пәл мәселе болып жатыр. Ал матчымыз басталды. Жіберіп қойық. Нұртый допты ойынға қосты. Кросс, Ван Дейк, артқа қарай, алды қарай дереу пас беріп еді, бірақ ойын топ алаңнан шығып кетті. Алды қарай пас. Бұл жерде Мбаппе. Жылдамдығы өте тамаша. Мбаппе жүйткіп келе жатыр. Соққы. Айбай. Қандай жанкештілікпен алып шықты мына допты. Бұл жерде Неймар көтерсін пасты. Неймардың әуелі тасырған пасы. Бірінші болып жеткен қорғаушы, бірақ соққы өте нашар болды. Хакими, біз әлі шабуылға шығуымыз керек. Мбаппе қарай пас асырып жүрді. Мбаппе, Неймар, тамаша. Бірақ топтан айырылып қалдық. Хакими, Холланд жаңа шабуыл бастап келе жатыр. Қорғанысқа қайтып үлгердік. Бұл жерде Хакими. Так, мына жерде Мбаппеге тамаша пас асырдық. Мбаппе тебе салушы еді. Айбай. Қорғаушыларға мүмкіндік бермей жатыр. Неймар, доп тартып алдық. Доп алаң сыртына шығып кетті достар. Бұл жерде пас береміз, және Неймар әдемі ашылды достар. Енді гол болады шарсын. Тепті, және гол достар. Біз есепті ашып үлгердік. Месси матчтың 30-шы минутында есепті ашты достар. Міне көрсеңіздер болады. Повторын сәл-пәл интернет қатып жатыр енді. Түсінесіздер деген ойдамын. Тоқтатпай тебе салды. Так, Кросс. Енді Нұртый есепті теңестіруге тырысатын болады. Біз оған жол бермеуіміз керек. Ван Дейк алға қарай пас асырды. Мына жерде Роналду бірақ офсайдта қалып қойған екен. Ойыннан тыс қалып қойған екен. Нголо Канте, Неймарға пас. Неймар бірақ әуедегі допқа таласа алмады. Мбаппе соққы жасасаш, және гол достар. Есеп 2-0. Мбаппенің қақырата алыстан тебетін әдемі соққылар бар еді. Осындай бір әдемі соққысы голға айналды достар. Кулибали, енді қарсыласқа мүмкіндік бермеуіміз керек. Мына жақта Холланд, доп тартып алдық. Неймар, алға қарай пас. Бірақ Ван Дейк тіс қаққан. Ван Дейк мүмкіндік бермеді. Альба, Неймарға пас. Қапталмен шабуыл жасамақшы қарсыласымыз. Естіп жүргенде бірінші таймымыз аяқталды. Есеп 2-0. Екінші таймды бастауымыз керек. Бастадық. Мбаппе допты ойынға қосты. Алға қарай сразу пас беру керек бізге. Так, бұл жерде Неймар.
Доп тартып алдық. Ең бастысы допты өзімізде ұстау, достар. Бұл жерде қуып біттін. Мбаппе алға қарай шығып бара жатыр еді, бірақ тіс қаққан қорғаушылар мүмкіндік бермеуде. Бұл жерде қарсылас шабуылға шықпақшы және айбай гол жіберіп алдық. Салах соққы жасап гол салып кетті. Бұл енді қорғаушылардың қателігі болды. Кулибали алға қарай пас. Бұл жерде Мбаппе не істеп жүрсің? Неймардан допты тартып алу керек. Ол Неймардың аяғына доп тисе өте қауіпті деген сөз. Және екінші голды жіберіп алды, достар. Роналду екінші голды салып жіберді. Қолымыздағы жеңіс сусып шығып кетті. Енді бізге қателік жібермеу керек. Неймарға пас, бірақ Неймар топқа жете алмады. Осы жерден біз енді замена ауыстыратын боламыз. Бұл жерде, достар, Салах шықсыншы. Салах, Винисиус Джуниор және де шабуылға Криштиану Роналдуды қойық. Холланд шығарайын десем ауыр қозғалады, ауыр денелі де. Топқа дұрыс таласа алмайтын сияқты. Сәл-пәл интернет қатып қалып жатыр. Так, бұл жерде тамаша Роналдуға пас. Роналду енді тебуін керек. Ай, офсайдта қалып қойыпты. Әттеген-ай. Тамаша шабуыл басталып келе жатыр еді. Енді біз жеңіліп қалмауымыз керек. Роналду тамаша шашасына шаң жұқтырмай келе жатыр. Блин, интернет қатық болғанын қарашы, әдемі шабуылға шығып бара жатыр еді. Роналду соққып, қақпашы өз орнында. Бұл жерде қарсылас қорғана жүріп шабуыл жасауда. Винисиустан допты алып алу керек, біз алдық. Енді алдыға барай бас сразу. Роналду, блин, Ван Дейк дегендер өткізбейді вообще. Және де бұл жақта қапталмен кеттік енді. Винисиус кетуің керексің, сен гол салуың керексің. Пас. Өте нашар пас болды, достар. Өте сауатсыз пас болды. Алистің дәл қолына берген. Осымен біздің 90 минутымыз аяқталды. Негізгі уақытта, достар, жеңімпазды анықтай алмадық, өкінішке орай. Енді экстра тайм кетті бізде. Қайтсек те жеңуіміз керек бұл матчта. Тамаша. Винисиус суырылып алға шықты. Шашасына шаң жұқтырмайтын Винисиустың жылдамдығы өте тамаша. Ар жақта ашық екен Салах. Мо Салах, блин. Қорғаушылар адымын аштырмай жатыр. Бұл жақта қапталмен Винисиус шығып келе жатқанын көріп отырмыз. Мбаппе өте жылдам, мен қорғаушыларында шаршап қалыпты. Бірақ мықты алып шықтық. Бұл жерде енді қақпашы өз орнында. Кейлер нағыз алып шықты осы жолы. Так, бұл жерде қақпа алдында Қарбалас. Сәл болмағанда қателесіп гол жіберіп ала жаздадық, достар. Енді маған бір тың ойыншы шығару керек. Бұл жерден мен Манені шығарғым келіп отыр. Так, мына жерде қаптал ашық. Бірақ Манеге пас бергім келіп еді. Бұл жерде ашық қалып қойды ғой. Қорғаушы қайдасың? Тамаша. Бірақ қателік, өрескел қателік жіберіп алды. Қатып қалды, достар. Қуып бітті, вообще интернет қуып кетті. Джойстик қуып кетті, достар. Так. Бұл жерде Винисиустан допты тартып алуымыз керек.
осымен біздің 120 минутымыз аяқталды. Все, 120 минут аяқталды. Деп бір терең тыныс алайық та пенальти сериясын бастайық достар. Енді пенальтиден өте мен сәтті тебем деп айта алмаймын. Енді бақшаба ма көреміз. Бірінші Ван Дейк орындайды екен. Тамаша қайтардық достар. Кейлор Навас бұл жерде жай ғана осы жаққа қарай теуіп көрейік, бірақ қателік жібердік бізде. Болмайтын жерден болған қателік жіберіп алдық. Жоқ. Пенальтиден өте нашар тебем мен. Ай, деген ай. Криштиану Роналду салу керексің енді сен. Жоқ достар, біз әлі де 3 қателік жібердік. Қайтарды осы жол. Бірақ бізге қателік жіберуге болмайды. Мүлдем. Пенальти жақсы тебетін кім бар? Садио Манеден басқа ешкім жоқ екен. Осы алыс бұрышты көздей салайық. Және гол. Енді бұл допты қайтармасақ жеңілдік деген сөз достар. Жеңіліп қалдық достар. Өкінішке орай жолымыз болмады. Айттым ғой мен пенальтиден сәтсіз ойнаймын деп. Нұртай бауырымды құттықтаймын достар. Осындай матчтар көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк басып барынша қолдап жүріңіздер. Келесі матчты кімге қарсы өткізейік комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар достар.